Бүгін Жезқазған қалалық мәслихатының кезектен тыс 6-шы сессиясы өтті. Онда күн тәртібіне 4 мәселе шығарылды. Сессияны мәслихат төрағасы Раушан Қапаров ашып жүргізіп отырды. Оған қала әкімі Қайрат Шайжанов арнайы қатысты. Алдымен әдеттегідей күн тәртібімен сессия хатшылығының құрамы бекітілді. Бұл жолғы жиында қаралған негізгі мәселелер Жезқазған қалалық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы 2025-2027 жылдарға арналған Жезқазған қаласының бюджетіне өзгерістер енгізумен оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимі бойынша салықтарының мөлшерін төмендету, салық саясатындағы реформалар жөнінде түсіндірме жұмыстары да жүрді. Бұл жерде біз 3%-ға көтерсек, қанша бізде Жезқазған қаламыздың бюджетінде қаншама оң өзгерістер болатыны, 2%-ға төмен түссек, қандай осы қазір 2024-тен қандай айырмашылық болды, сараптама жасалды, анализ жасалды. Біраз сонымен қатар енді бізде ең алдымен әрине өзіміздің қаламыздың бюджеті болашақта бізде атқарылатын жұмыстар өте көп. Сондықтан 2026 жылы біздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына кететін қаржы, оның ішінде биыл білесіздер өздеріңіз, қаншама бізде қаражаттың жеткіліксіздігінен біраз жұмыстар да атқарылмай қалды. Мысалы үшін балалар алаңын салу, үйлердің фасадтарын жөндеу, абаттандыру жұмыстары дегендей. Сондықтан бұның бәрін ескере келе енді біздің депутаттар түсіністік танытады деп ойлаймын. Ал Жезқазған қаласының 2025 жылға арналған жалпы бюджеті 50 миллиард 571 миллион теңгені құраған. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен жылдың соңғы айларына қосымша бірқатар өтінімдер түскен. Бұл ретте депутаттар қала әкімінен болашақта қолға алынатын инвестициялық жобалар жөнінде сұрады. Вы знаете, да, что мы довольно-таки долгое время... Өздеріңіз білетіндей, біз қаладағы бұрынғы тігін фабрикасын мемлекет меншігіне қайтардық. Бұл жұмыстар оңай болған жоқ. Аталған нысан 90-шы жылдары жекешелендіру кезінде жекеге өткен. Қазір оған облыс бюджетінен қаржы бөлініп, ғимараттың қауіпсіздігі тексеріліп, жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Біз осы нысанда шағын индустрия аймағын құрсақ па деп отырмыз. Бұл қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беретін жоба болады. Сессияда көтерілген сұрақтар депутаттар тарапынан қолдау тапты. Алдағы жылдағы қала бюджетінің негізгі салмағы әлеуметтік және коммуналдық салада болмақ. Мұқағали Сейітқазы, Әлихан Мұхтар, Ұлытау телеарнасы.